Баршаңызға қайырлы күн достар. Сіздермен Қаламқас, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге өте керемет қысқы салат, яғни личо салаттың рецептімен бөлісемін. Ең алдымен бізге қажет заттар: қызанақ қажет, тәтті болгар бұрышы қажет, пияз қажет, сәбіз қажет, сарымсақ қажет, және де дәмдеуіштер, яғни қара бұрыш, лавр жапырағы, тұз қажет. Ең алдымен қызанағымыздың жартысын блендердің көмегімен езіп аламыз. Қызанағымызды осылай блендерімізге ыңғайлайтып осындай бөліктерге бөліп алдық. Енді бөлек ыдысқа қызанақтарымызды аз-аздан сала отырып, осы блендердің көмегімен езіп аламын. Помидорымызды осылай блендердің көмегімен өткізіп алдық. Блендер болмаса, сіздерде ет тартқыштың көмегімен өткізіп алсаңыздар болады. Осылай бұны бөлек кастрөлге осылай қайнатамын. Енді сковородкаға бір кесе майымызды құйып, пиязымыз бен сәбізімізді қуырып аламыз. Қызып тұрған табамызға пиязымызды салып жақсылап қуырамыз. Мінекей пиязымыздың үстіне енді тураған сәбіздерімізді саламыз. Сәбізді мен осылай теркадан өткіздім. Қолмен турасаңыз да болады. Екеуін жақсылап қуырып аламыз. Сосын помидор соғымызды үстіне саламыз. Помидорсын соғы осылай жыбырлап қайнап жатыр. Мына жағымызда пиязымыз бен сәбізімізді қуырып жатырмыз. Бұлар қуырылып біткенше мен қалған помидорлардың қабығын ашып, соқтың ішіне саламын. Тәтті болгар бұрышын осылай төртке бөліп, ұзыншалап турадым. Осылай тураған әдемірек көрінеді. Кез келген формада турауларыңызға болады. Помидордың қабығын осылай жұқалап ашып аламыз. Себебі қабығымен салсақ, қабығын жеген кезде кедергі болады. Сол үшін мен осылай қабығын ашып саламын. Видеода көріп тұрғандарыңыздай осылай барлығын жұқалап ашып шығамыз. Пиязымыз бен сәбізімізді жақсылап қуырып алдық. Енді қайнап жатқан соғымызға бір қайнағаннан кейін үстіне осы сәбіз бен пиязымызды саламыз. 20 минуттан кейін соғымыз қайнап шықты. Енді үстіне тәтті бұрыштарымызды саламыз. Араластырамыз жақсылап. Қазір тағы да 20 минуттай қайнатамыз. Сосын үстіне сыртын ашыған помидорларымызды салып, аскөгімізді, бұрышымызды, дәмдеуштерімізді бәрін шетінен салып шығамыз. Арасында осылай жаймендеп қозғап тұрамыз. Себебі асты жабысып қалуы мүмкін. Мінекей енді 20 минуттай қайнап шықты. Енді сыртын ашыған помидорларымызды саламыз. Помидорды мен осылай полностью ашып алдым. Кез келген мөлшерде салсаңыздар болады. Мен осындай 5 килодай салдым. Осы видеоның соңында описание бөлімінде жазып қоямын, қанша мөлшерде керек екенін. Енді соғымызға осы помидорларды саламыз. Қайнап жатқан соғымызға қызанақтарымыз бәрін салып шықтым. Енді келесі кезекте 20 минуттай қайнатып аламыз. Сосын сарымсақ, аскөк, қара бұрыш, лавр жапырақтарын саламын. Тағы да бір қайнап шықты. Енді үстіне сарымсағымызды саламыз. Қара бұрышымызды саламыз. Яғни андай бүтін
тересті қолданамыз, яғни домалақ. Және де лабыр жапырағын. Егер ұнатпайтын болсаңыздар, салмай қойсаңыздар да болады. Бірақ мен салғанды саламын 3-4 штугын, көп салуға болмайды. Ащы дәм береді. Үлкен 2 ас қасық тұз, 2 үлкен ас қасықпен қант саламыз. Мінекей қара бұршымызды, сарымсағымызды, лабыр жапырағымызды салдық. Келесі кезекте енді осындай аскөгімізді саламыз. Мен свежий аскөкті қолдандым. Кептірілген аскөк те жарайды. Тағы астын бір қозғап қоямыз, жабысып қалмау үшін. 40 минуттай қайнатып, жақсылап бетін жауып қоямыз. Мінекей салатымыз қайнап жатыр. Енді 40 минут қайнатып аламыз. Ең соңында осындай қызыл ащы бұрышымыздан 2 штугын саламыз. Бұрыштарыңыздың ащылығына қарай қосасыздар. Мен 2 штугын қостым. Мінекей қақпағына 1 шай қасық уксус құямыз. Мінекей салаттарымды банкіге құйып, осылай басын бұрап шықтым. Өте керемет, қыстың күні рахаттанып жейтін салаттардың бірі. Жасап көруге кеңес берем сіздерге. Сіздермен болған Қаламқас. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Себебі менде күнделікті жаңа рецепттер шығады.